Қазақстанда ақша жинап Түркияға жіберген 100 киіз үйдің орнату жұмыстары басталды. Журналист Нұрлыбектің сөзінше бірінші лекпен 16 киіз үй жеткізілген. Алдағы уақытта әлі 84 киіз үй жеткізіледі екен. Алдыңғы аптада журналист киіз үй үшін қаражат жинаудың тоқтатылғанын мәлімдеген. Жиналған ақшаға 45 киіз үй саморын мен ыдыс-аяқ сатып алған. Қалған 50-ге жуық киіз үйді қазақстандық кәсіпкерлер алыпты. Киіз үйдің алғашқы легі келіп, мына жақтарда орнатылып жатыр. Бізден 3-4 күн бұрын кеп қойған. Енді негізгі лек ертең келеді. 84 киіз үй. Bu dana bunlar. Kaç 200. tane? 200. Ay öyle olması gerekiyor. Koyu 200. 200 gelgen жоқ, үй қойы. Yani. 200 yok bu da abi. 100. Alayım arıyorum.